Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді қазақ ежелден осы ислам дінін өзінің елегінен өткізіп, өзге діндерден ерекше құрмет көрсеткен. Өйткені біздің дархан даламызда түрлі діни сенімдер орын алған, бірақ қазақ халқы ешқандай бір қысымсыз, ешқандай бір шапқыншылықсыз, өздері ерікті түрде осы діннің негізгі құндылықтарымен танысу арқылы өздеріне жақын дін ретінде білген. Тек қане бұл дінді белгілі бір шариғи ережелерін, қағидаларын айтып қане қоймай, өздерінің тұрмыс тіршілігіне, отбасына, негізгі әрбір ұлтқа тән болған дәстүріне дейін енгізіп жіберген. Мысалы, біздің дәстүріміздегі түрлі мақал мәтелдер, ұлағатты сөздеріміз, әртүрлі тіпті қуаныштағы, қайғыдағы кейбір амалдарымыздың өзі осы шариғат, ислам дінінің қағидаларына сай келеді. Тіпті сонымен қатар оны да өте жоғары деңгейге дейін көрсеткен. Әр қазақ халқының енді кеңестік кезден алдыңғы, қазіргі кезде де болсын, өз балаларына атау ретінде қойған есімдерінің өзінен де біз осы дінге деген құрметтілігін, соншалықты осы дінді терең түсініп, қаншалықты дәрежеде ұстанғандығының айғағы ретінде білсек болады.